Толғау бар, Елме бар, Тоғызтарау, Ыңғай төкпе, Шалқыма сияқты күйлер. Одан кейін жаңағы осы кісілер қатарлас мықты күйшілер болған Созақта. Кейін осы Аршық ағамыздың көз тірісінде сүгірді алдында отырып, күйін естіп, біраз күйлерін атпаған Ергентай Борсабаев деген кісі келді консерваторияға. Ол 2002 жылдары болу керек шамасы. Сонда Ергентайды сол Аршық ағамыз марқұм шақырып алып, үлкен осындай жиын өткізген консерваторияның студенттеріне. Бұл Сүгір атамыздың 120 жылдық мерейтойы қарсаңында болды. Алдымен Ықылас атындағы музейде өтті, екінші күні консерваторияда студенттермен, мұғалімдермен кездесу болды. Ергентайда қайтыс болып кетті. Ол өте шебер домбырашы болатын Ергентай. Бірақ енді ол кісінің бала шағасының көптігіне байланысты, ол кісі анда-санда домбыраны қолына алған болмаса, ол еліріп соңына түскен күйші емес, домбырашы емес негізі. Ол отбасы жағдайымен өзінің тіршілігін әбден балаларын асыраудың жолымен кеткен адам. Ол домбыраны ұстамайтын, анда-санда жаңағы консерваторияда барған экспедиция іздеп барған. Қазақ радиосының жаңағы автобустары болды, ішінде аппаратымен. Студия ғой кәдімгі. Сондай запистер кеп қалғанда ғана Ергентайды тауып әкеп жазған. Ергентай домбырасы күніге ол өздерін төкемдер сияқты өздерін бақтап домбырастап жүрген азамат емес, ол автоклуб меңгерушісі де болған емес. Жаңағы таңертең кетіп, егін шаруашылығымен айналысып кеткен бұл. Бәленбай 10 баланы асырау оңай ма? Бірақ Құдайға шүкір, сол Құдай тілеуін берді, сұрағанын берді, қазір балалар бизнесмен Алматыда. Үлкен құрылыс компанияларының президенті. Көптеген сүгір күйлерінің насихатталуына сол Ергентайдың баласы Сыздық деген көп спонсорлық жасады. Осы Алматыда бизнесмен. Жаппас Қаланбаевтың 100 жылдығы болғанда, сол Жаппас Қаланбаевтың кітабын жаздыртып, сол кітабының шығуына да үлкен ықпал еткен адам сол Ергентайдың баласы. Ергентай сүгірді көзіме талай көрген адам, қолынан күй алған адам Ергентай Борсабаев. Күйді өте ескіше таңдайды. Сосын қандай домбыра берсең де, анан пернесімен жаңағы қол үйренген қояды. Ескі дыбыстарға түседі да қол. Қобыздың сарыны шығып кетеді жаңағы. Қобыздың сарыны деп отырғаны мынау Ықылас пен сүгірдің арасындағы байланыс. Сүген Ықыластың қасында бәленбай жыл еріп жүрді. Қобызын тыңдады, күйін естіді, құлаққа сіңді. Сүгірдің жаңағы өзінің күйлерінің неше алуан түрлі құбылып тұратын байқауға болады домбырашы болса. Оның ішінде арқаның ән саздары бар, оның ішінде қобыздың сарындары да бар. Төкпеге байланысты, Сүгеннің жаңағы ыңғай төкпе, шалқыма күйін академик Ахмет Жұбанов ән күй сапарында жазып кетеді. Төкпелетіп жіберетін Сүгеннің күйлері бар. Батыс Қазақстанның күйлеріне дауылды кәдімгі, дауылды күйлері бар Сүгірде деп жазады ән күй сапарында. Шалқымаларын естіген ғой. Ең алғаш 1958 жылы осы консерваторияның жанынан фольклор ғылыми зерттеу лабораториясы ашылды ма үстінде. Сол жылы Ахмет Қуанұлы қызметкерлерді алып қарамағына алғашқы экспедицияны екіге бөледі. 58 жыл бір Қарақалпақстанға кетіп, бірі жаңағы Жамбыл облысына жібереді экспедиция. Сонда сол экспедицияның жаңағы қорытындысын жазады мақалаға, газет бетінде. Сонда сирек кездесетін күйлер дейтін мақаласы шығады. Сонда осы сүгірді айтып кетеді сол кезде. Кімнің мақаласы? Кімнің? Ахмет
Жұбановтың мақаласы. Ең алғашқы экспедициясы туралы жазады. Сондықтан бұл экспедицияны Совет Ақжігітов деген кісі бастап барады. Құрамында белгілі өнер зерттеуші ғалым Болат Сарыбаев бар. Сонда көптеген сол Сарысудағы күйшілерді жазып алады. Соның ішінде Сарысу, мына Сүгірдің шәкірттеріне келетін болса, Созақта ғана емес, бұл Сарысуда да көп шәкірттер болған. Сүгірдің көзін көрді. Бәрі мынау 2004 жылдар 80-нен асқан шағында дүниеден озды. Бірінен соң бірі кетіп қалды. Ең соңғысы осыдан 1,5-2 жыл бұрын мынау атақты күйші Жанғали Жүзбайдың әкесі Сәрсенғали Жүзбай, Әлімхан. Ол кісі де Сүгірмен көрші отырған адам. Көзін көрген, Сүкеннің домбыра тартқанын көрген. Сондықтан Сүгірдің шәкірттері дейтін өте көп, бірақ көз тірісінде мойындап кеткені өте аз ол кісінің. Өйткені ана Жаппас қобыз тартып отқанның өзінде ықылас, адамша сөйлететін етсің, қобызды майдалатып тартасың деп көңіліне. Жаппасқа солай айтып. Жаппасқа солай айтқанда бізге қалай айтатын еді? Жаппастың домбыра тартып отырғанына қарап, қайран аққуды саңқылдатып отырушы едім, шалқыманы шалқытып отырушы едім, қайран жастығымай өтіп кеттім ғой, Мафрузамен күй тартатын уақытымай деп өкінді дейді. Аққу бұлай тартылмаушы еді, Жаппас. Сен пластинкаға бұлай тартыпсың, ол бұлай тартылады деп аққу тартып берген кезеңдері болды дейді. Бірақ енді ол Төлеген Момбековтың айтуынша Сүгір бір домбыраны ұстады ма, ол таң атқанша созылатын, міндетті түрде. Ондай күйшіні көрген жоқпын деп, ана магниттік лентада Төлеген Момбековтың сөзі бар, өз даусымен айтқан. Сүгір маған күй үйреткен адам емес дейді, Төлеген айтады. Оның анандай күйшіні мен өмірімде көрген емеспін дейді. Ол тоқтамайтын дейді. Бірінен соң бірін тартқан кезде дейді, анау мұхит дейді. Таусылмайды, ана су таусылмайды ғой мұхиттың теңіздің. Біз соның әшейін бір тамшысы ғанамыз дейді. Біз бір тартамыз ғой, бізде бір уақытымен тоқтаймыз дейді. Анау Қаратаудың шертпесіне салғанда Құдай-ау дейді. Есімнен танып дейді, жаңағы күй біткенде әрең таңертең таң атып қапты дейді. Теңселіп, мас адамдай болып шықты дейді. Ананың магиясы ма, Төкеннің дауысы бар. Ондай күйшіні көрген жоқпын. 1961 жылы Жаппас Қаламбаевтың айтуымен Здравствуйте. Жаппас Қаламбаевтың айтуымен Мұхтар Әуезов арнайы іздеп барады Сүгір. Қолқа салады, орысында Сүгір деген күйші бар. Бір күні Мұхтар Әуезов Жаппас Қаламбаевты үйіне шақырып алады. Енді андай академик, Абай жолын жазған, қаншама ғылыми том еңбектері бар. Әуезов шақырып тұрғаннан кейін Жаппас барады. Сен Абайдың бір әнін тартады екенсің қобызда. Мүлдем басқаша екен, соны естейін деп едім. Қобызда жаңа көзімнің қарасын тартады Жаппас. Басқа бар енді. Біз айтып жүрген көзімнің қарасынан басқа. Көзіне жас алып дейткен Әуезов. Сонда екеуінің арасында көп пікірталас болды дейді. Қайдан келдің? Бұл қобыз қайдан жұқты саған? Бұл өнер қобызда, домбырада бұл тартатын адамдар аз ғой. Сүкеңді айта берген ғой. Сосын 61 жылы өзінің жаңағы календарына жазып, Созаққа барады арнайы. Созаққа барған сапарында ауданның әкімдері жаңағы келіңіз. Күтіп алып, жаңағы Тәкен Әлімқұлов бар жазушы. Аса таныла қоймаған кезі ол кісінің
күтіп алып ойбай әуезов келді. Сұмдық қой, президент келгеннен бір дейді. Қой сойып. Қой сойып, тай сойылып жатыр, қойдан бөлек. Не шаруамен келдіңіз дейді ғой. Сүгірге келдім дейді. Ой, ана шалма, иә. Әне жерде тұрады жүріңіз. Ош, алдыра саламыз ғой ол шалды. Жоқ. Алматыдан өз аяғымен келдім, өз аяғымен барып сәлем берейін. Мен сол кісіні іздеп келдім. Әуелі тамақ ішкес бұрын Сүкенге барайын. Сүгірдің үйіне барып, амандасып, дастарханнан дәм ауыз түйіп, шайын ішіп. Сосын жаңа Сүгірдің үйіне ауыстырып дастарханнан. Жаңа тай сойыңдар. Қойларын ұяттылады. Сойылып жатыр мал, ағыл, тегіл, адам әуезіп кетті деген. Той десеш кәдім. Мына жақта Сүгір, мына жақта әуезіп. Не деген керемет кездесу, шіркін-ай, алыс-бірінші. Сосын жаңа отырады, ал тамаға желініп, батаға айырылғаннан кейін Сүкен қолына домбыраны амалсыз алады. Әуезіп кеп тұрғаннан кейін ол іздеп кеп тұр аяғына. Сәлем бер. Ұзаққа кетті дейді тағы да Сүкен. Кетті, жыршылар кетеді ғой. Жыршы емес, жыраулар. Жаңа бір трансқа кіріп кетеді. Транс қой, транс. Кіріп кететін болды. Ана жақта. Бір қызық айта салам, сосын сіздерді көтеру үшін. Ана жақпен байланысқа кеткен, Сүкен кеткен, әуезіп жатыр. Есін жинай алмайды. Бұлқылдап күйлер кетіп жатыр. Мына жақта бағланның еттері бұлқылдаған. Қайта сусын жаңағы әкеліп жатқан. Таң атқанша күй тартылады. Сонда әуезіп айтты дейді ғой. Мынау тірі тәттім бет қой. Далаға шыққан кезде. Сүкен үйде отыр дейді. Мынау тірі тәттім бет қой, айналайын. Мынау деген сұмдық қой деген. Сөйтіп Тәкен Әлімқұлды шақырып. Тәкен, жаза бер Сүгір туралы. Не білесің? Сүгір туралы. Тәкеннің содан кейін Кертолғау деген кітап шықты. Сүгір туралы. Сол әуезовтің тапсырмасы. Бізде бар кітапқа. Кертолғау. Оқыңыздар Кертолғау. Сосын мына Алматы кітап бар ғой. Сода Тәкен деген үлкен жинақ бар. Соны сатып алып оқысаңыздар, ішінде ықылас, Сүгір күйші, Төлеген туралы, Сүгірдің шәкірттері туралы Тәкен әдемі жазған. Алып оқысаңыздар болады. Қызықты материалдар ғой бұл. Өнер тақырыбындағы ең алғаш жазған жазушылардың ішінде Тәкен Әлімқұл. Сол қалай жазылды, Сүгірдің аты аспандай бастады. Сондықтан, бірақ өкінішке қарай, екеуі жылы қоштасып, бір-бірін қимай әуезіп кетеді. Сол 61-ші жылы әуезіп те қайтыс болады, Сүгір де қайтыс болады. Көрмейсіздер ме, қандай Құдайдың құдіреті ма? Ол маңдайларына жазып қойған пешенеңе жазғанды көресің деймін. Сонда үлгеріп кеткенде бір-бірін бағалап, сәтін келтіріп тұр ғой екеуі. Жаппас Қаланбаев көп қолқа салыпты дейді Сүгірге, Алматыға келіңіз. Сонда Жаппас айтады, Сүкен айтады екен, жүрейін сол күздігінгі бурадай бұрқылдақ кілең әртістердің ішінде. Намазым қалады содан кейін далада. Маған тыныштық берші сені, болды. Сен ана пластинкаңды жаз, күйіңді жаз, мені қинамашы. Сол сияқты жаңағы Мафрузадан кейін көп күйшілермен күй тартыспаған, ең соңғысы Мафрузамен күй тартысы дейді. Сұмдық күйші екен деп жаңағы бас айналып келген екен дейді. 5 жорға бар ғой, балалар. Басында Төлегеннің тартысында бір-ақ варианты болды ғой. Мен қазақтың дәстүрлі мың күй деген жинаққа почти сол 5 жорғаның 5 түрінде тауып көресің. Әртүрлі орындаушылар.
Оның ішіндегі тартқандар көбісі жаңа қайтыс болып кетті. Үлкен ақсақалдар. Ол кезде 70-тен асып тұрған шақтар болатын. Кейін енді 80-нен асып қайтыс болды сол кісілер. Бесжорғаның 5 түрі де табылды десек болады. Сол үшін де қол шапалақтап қойшы. Оны тартқан Әлімқан Жүзбаев деген биші. Әдемі вариантын тартты Бесжорға. Одан кейін кім деген Бексейіт Тұрсынбеков деген домбырашы тартты. Соның ішінде былай алып қарасаңыздар Бесжорғаның түрлері бар. Төлеген Момбековтың Бесжорғасы бар. Жалпы Мафрузаны іздеп барған кезде адам күйшіні іздеп барған кезде салық серілермен жаңағы әндетіп үстеріне ең әдемі деген жаңағы бутиктерден киім алып киіп барады ғой енді. Бараколкіден емес. Сонда жаңағы атпен барады, керемет ана ауылға барады, шымылдықтың ішінде бір қыз отыр дейді. Ана жерде домбыраны тартқан кезде қай жақтың жаңағыны жүрегінің түгі бар адам мынау домбыраны тартып отырған. Шымылдықтың бетіп бір саусағымен ашып қарады дейді. 5 жігіт отыр екен дейді. Біз ана Қаратаудан келген су шайқалмайтын жорғағамыз деген күйші жігіттеріміз деп айтты. Қайсысын сүгір боласың мен деп. Онда деп шымылдықтан шығып әкесінің құлағына сыбырлап кетті жаңағы Мафруза. Жылқы сойыңдар деп айтты әкесі. Жылқы сойып жаңағы анау жотаның үстіне әдемдеп кілем төсеңдер, тамақ желініп болғаннан кейін күй тартыс басталады деп айтты. Анау күй тартыспаған дейді Мафруза. Выборочно. Гран-при ағандармен ғана. Сонымен жаңағы Сүкең екеуі таңға дейін күй тартысып бір ала алмай Мафруза. Содан жаңағы ең соңында намазымды оқып келейін далаға шығып деп Сүкең. Таң намазының кезінде. Құдайдан тілет дейді, мен соншама өнерді үйіп төгіп бердің. Алла Тағала. Енді мына жап-жас қыздың алдына жығып берейін деп өтсің. Деп Құдайдан шын тілет дейді. Сонда құлағына бір бөтен сарын келді дейді. Содан кейін барып тартып, жаңағы құлпыртып, неше түрлі дамытып, Мафруза сол жерден ұсталды. Мафруза мойындаған дейді. Бірақ екеуі жаңағы сөз байласқысы келіп, болашақта әмпай-жәмпай болғысы келіп, бір-бірін ұнатып, ұлда сұлу, көзі көк беңбек Сүкеңнің. Аты анау жорға. Жаңағы 4 жігіт қасында Бесжорғаны тартатын 5-еу. Екеуі қимай тұрып, жолаушының жолды ғұмырын тартты дейді сол. Сосын қыз мен сен анау бір төбеден асырып бастайын деп атынан мінгізіп. Қыздың тартқаны бар сосын. Қыздың тартқаны. Жолаушы. Жігіттің тартқаны, қыздың тартқаны деп содан қалады. Содан кейін Сүкең Мафрузадан кейін күйшілерді көп мойындамай кеткен дейді. Басқа сұрақтарыңыз болса жауап беріңіз.